партнерім мен. Бұл препаратты уже 4-ші ай ішіп жатырмын. Негізі остеопанкреатиттен 5 күн приступ болып ауырып тұрғанда Ботапке келген, Ботапкені бұрыннан танимын. Ол кісі менің түрімді көріп қорқып кеткен. Баста орамал, еңкейіп жүрем, панкреатитпен приступ болған адамдар білет қандай болатында. Іштен миллиондаған ине қадалып сыртқа шығам деп тұр. Мына қабырған бәрі ауырап, ішті орап алып 5 күн сөйтіп жүрген. 9 айлық немере қараймын еще. Еще үйде стройка, тамақ пісіру керек строительдерге. В общем, сондай состояниеда көріп аяп кетті. Сөйтіп сен қызал мынаның ішіп көрші осындай препарат деп. Мен оны бір айдан бері чаттап отырым, алғым келеді, білем результат күшті болатынын, бірақ білесіз, үйшілік қой, бірінші үйге жетсін, біздікі ең соңында. Біз өзімізді солай не істейміз. Сөйтіп, сол кісі тастап кетті, сағат 3-тен өте мен іштім. Сағат 6:30-да баланы аяғыма шайқап отырып ұйықтатамын оны. Сөйтіп отырсам, еш жерім ауырмайды. Бұлай керіле алмаймын, тік бүйтіп жүру жоқ, бұлай еңкейіп жүрген адам. Керіліп көрем, ішімді ұстап көрем, еш жерім ауырмайды, бала ұйықтап жатыр, оны түсіріп жүріп көріп жатырмын. Мә, рахат, қазір сүйінші сұрайын деп звондаймын деп тұрдым да, құрсын тағы қайтып келсе, приступ ұят болып қалар, шыдаймын. 10:30-ға дейін зорға шыдадым енді. 10:30-да звондадым, әпке, осындай сіз 3 күнде результат аласың, біреуден болса да ішіп көр деп едіңіз, мен 3 сағатта результат алдым. Еш жерім ауырмайды десем, ана кісі, Алланың бергені, Құдайдың бергені деп ол кісі де қуанып қалды. 3 күннен кейін менде остеоартроза, артрит, обеих колен, 2 аяғымда да операцияға деген негізі, мына сол аяғымды осы февраль айында жасаймыз, енді протез қоямыз деген ғой. Соған дайындалып жүрген енді анализ тапсырып не істеп. 3 күннен кейін аяғым ауырғанын қойды. Оны да сезбейтін едім. Бұрын тыныш, түнде далаға шығасың ғой, енді туалеттен неге барасың. Сол кезде бірінші мына тобығым шықырлайтын, шақыр-шұқыр тізем, одан жамбасқа. Как будто мына скелет кетіп бара жатырғандай, түнде үй тыныш қой, шақыр-шұқыр. Ал қазір соны сезбей қалған кезде мен өзім қайран қалдым. Менің аяғым ауырмай қалыпты ғой деп. Вот осындай 7 килограмм салмақ тастадым, асқазаным ауыратын еді, түнде ұйықтай алмайтын, таңға көзімді ашып шығатын, ұйқым тыныш, неше сағат ұйықтасам да, энергия тасып тұр. Бұрын баланы көтере алмайтын, ана 9 айлық баланы, даже өзім салмағымды көтере алмаған ғой, 2 аяқ ауырғаннан. Сол 9 айлық баланы жастыққа келіп, шайқап отырып, сүтін ішкізем ғой, соған сүйреп әкелетін. Сонда балам айттым, сендер мен балдарыңа қорлық көрсетіп жатырмын, сендер білесіңдер ма деп айқайлаған бір күні. Осы препараттан Аллаға шүкір қазір еш жерім ауырмайды.